Сәлем баршаңызға. Менің есімім Айзада Тұңғышбаева. Қазақстан бойынша Айзада курсын жүргізіп келемін. Мені қыздар, менде оқитын оқырмандар өте көп. YouTube каналымда көріп жүр. Онлайн сабақ та берем. Бірақ көбінесе онлайн сабақ бергенімде біреулері мынандай комментарий жазып беріпті. Сіз YouTube'дан көрсете береді екенсіз. YouTube'дан біз тегін көреміз ғой дейді. Көре беріңдер қыздар. Мен оған қарсы емеспін. Мен қызғаншақ емеспін. Көріңіздер, бәрін үйреніп алыңыздар деймін. Бірақ ұяқта мен кері байланысым жоқ. Сол үшін онлайн курсын үйренем десеңіздер, инстама тіркеліп WhatsAppқа жазсаңыздар, үйренгім келеді деп. Ол жақта бәрін сіздерге анық жіктеп түсіріп отырып көрсетемін. Одан кейін мен байланысқа шығып отырам. Прямой выспанда көрсетем. Бұл жеке сіздің WhatsApp'тарыңызда сақталынады. WhatsApp'қа мен жіберем сабақтарды, ешқандай өшіп қалмайды. Көрдіңіздер ма? Менікі WhatsApp'тан жіберген. Бұл өте тиімді сіздер үшін. Өйткені неге әртүрлі несіне кір, Zoom'ға кір, анандай нелерге кіріп көріңіздер деп айтады. Кнопканы бас, аты жөніңді жаз деген ондай жоқ. Менде тікелей сіздердің WhatsApp'тарыңызға жіберіп отырам. Кез келген адам WhatsApp'ты бұлай ашып оқи береді. Қыздар, қазір жеңілдікпен 15 мыңға беріп отырмын. Сіздер бұл 15 мыңды жанұяларыңызбен бірге оқып үйренсеңіздер болады. Өйткені сіздерде открытый тіке, қызыңыз, келініңіз, ұл-балдар да киім тігетін ұл-балдар өте көп. Тек мен мужской костюм үйретпеймін. Енді шалбар, рубашка, жаңағы спортивкаларды тіге беруге болады. Мені қыздар, үйренем десеңіздер, обязательно WhatsApp'қа шығып жазыңыздар, комментария қалдырыңыздар. Мен сіздерді үйретуден жалықпаймын. Таңертең 7-ден 9-ға шейін онлайн арқылы үйренгендерді тексеріп, көріп, түсінбеген жерлерін түсіндіріп отырам. Бүгін мен сіздерге алдыңғы кеудесін үйретемін, қалай пішуін. Өткендегі мына видеоларымда артқы бөлігін 3 бөлікке бөліп үйреткем. Енді мынаны да мен сіздерге 3 бөлікке бөліп үйретемін. Мінекей соңына шейін мұқият қарап көріңіздер. Менің айтқанымды жақсылап түсініңіздер. Бұның бәрін сіздер өзіңіздің общий тетрадыңызға бөлшектеп жазып қойсаңыз болады. Күнделікті түсіріп отырғанды жалғастырып, жазып, конспект істеп алсаңыздар да болады. Или болмаса, мына YouTube ешқандай өшіп қалмайды. Бұл жерден көріп отырасыздар. Және де туған туыс бауырларыңызға да жіберіп отырыңыздар. Олар да көріп, үйреніп алсын. Мінекей, қазір енді біз алдыңғы бөлігін бастаймыз. Мұқият соңына шейін қараңыздар, комментария жазыңыздар. Мен сіздердің комментарияңызды, лайктарыңызды тіркеліп алсаңыздар, ол тіптен жақсы. Маған үлкен шабыт береді. Мінекей, кеттік, қазір біз бастаймыз. Міне қыздар, қазір біз енді алдын мен сіздерге көрсетемін. Алдын мұқият қараңыздар соңына шейін. Бірінші тура арқасы сияқты біз мойын саламыз. Мойыны міне 16. 16-ны бұлай қойғаннан кейін қыздар мұқият көрсеңіздер, міне белгілеп алдық. Бұлай 1 сантиметр жылжыттым. Міне жылжытқаным менің мына цифр болды. Міне үлкендеу қып сызып қойдым. Міне ошы бөлу 2 дедім, жаңа неғаным. Бұл жерде 16-ны біз 2-ге бөліп сала салдық. Енді бұлай қарай, төмен қарай кез келген размерді салсаңыз 8 сантиметр болады. Ол 8-ді осылай белгілеп аламыз. Міне мен оны белгілеп алдым. Енді осы жылжытқанымыздың несімен бұлай қоса саламыз. Енді біз бұлай қарай 12 сантиметр саламыз иығымызды. Міне, енді осы жерден
біз 4 сантиметр алып аламыз. Міне, мына жерде 4 деп жазып қойдым. Енді осы нүктемізді 12 сантиметрімізді қосып аламыз. Міне қосып шығардым. Қайта көрсетейін, 12-ге тура алдым мен өткені. Міне жазып қоям. ШП 12 сантиметр. Сыма. Мынау да тұрақты қыздар, мына да тұрақты цифрлар. Енді біз көкірек айналасын табамыз. Болмаса бүйтіп пройма дейміз. Осы пройманы табамыз. Пройманы табу үшін тура арқасы сияқты саламыз бұл жерге де. Ол үшін біз мына жерден, бұл да тұрақты цифрмен қоясыздар. 18 сантиметр. Міне, 18-ді алдық. Енді біз осыны қосамыз. 90 градус бұрыш қылып, мына жерге қосып аламыз. Қосып алдық. Мерге жазып қоям. 18 сантиметр салдық, мына жерге шейін. Мына бізде көкірек айналасы деп айтады. Енді біз осы 18 сантиметрімізді мен әзір терелеп белгілеймін. Міне белгілеп алдық. Енді белгілеп алғаннан кейін, енді біз мына көкірек айналасын салатын боламыз. Бұл окружность грудь дейді. Окружность грудімізге емшек көлемін қосамыз, оны 2-ке бөлеміз. Міне, көкірегіміздің айналасы 46 болды. Оған 3-ті қосамыз, 49, 49-ды 2-ке бөлеміз. Көрдіңіздер, түсінікті болды деймін. Осы окружность грудьтан біз размерлерді айтып отырамыз. Значит, 46-шы размер деп. Енді осы 46-ны алдық, міне. Оған 3-ті қосамыз, 1, 2, 3. Міне, осылай қойып, енді осыны біз сызғымызға қойып аламыз. Міне, қойып алдық. Енді көрдіңіздер, көкірегін салдық. Енді бізге мұнаның дәл ортасынан, міне, мына жерден 1,5 сантиметр ішке кіргізіп аламыз. Өйткені біздің алдымыз, шығысымыз кішілеу болады. 1,5 сантиметр ішке кіргізіп алдым. Енді мына жерден қосамыз. Сіздер әркім өздеріңіздің өлшеміңізбенен сызып аласыздар. Өз өлшеміңізді қойып жазып алсаңыздар, мынандай қылып, арғарай оңай сала бересіздер. Бірінші осы мен көрсеткенімді жақсылап сызып, қайта сызып, үйреніп алыңыз. Бұл 46-шы размер. Мінекей, мына несі 3 болады. Осы 3-ті бұлай қосамыз. Мына жерден және біз бұлай қосып аламыз. Міне. Проймамыз өте әдемі шықты. Енді келесі видеода мен сіздерге арғарай көрсетемін. Пока осыны мұқият қайта қарап, общий тетрадтарыңызға осыны сызып белгілеп алыңыздар. Мінекей, комментарий обязательно жазыңыздар. Онлайн курсым бар. Онлайн курста бұдан да көп егжей-тегжейлерін үйрететін боламын. Қазіргі таңда 15 мыңға беріп отырмын. Үйренем десеңіздер, февраль-январда біз не істейміз? Үйреніп алып, наурыз айында үлкен табысқа шығатын боламыз. Міне, келесі видеода мен сіздерге арғарай жалғастырып көрсетемін. Лайк басып, подписать етіп, комментария жазыңыздар.